Достар, Наситок арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде ауыл мұғалімі, яғни Наусерия бірінші бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп лайктеріңізді басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаймын. Жігіттер, біз сериалымызды бастаймыз. Так, ұйқымнан тұрайын. Так, бір ауылда тұрғанның бір пайдасы жоқ ше. Просто бір мектепке жұмысқа кірдім. Сондықтан ол жерде жұмыс жасаймын. Бірақ жұмыс жасағым келмейді. Бірақ жұмыс істемесем болмайды. Табыс та таппаймын. Пәтердің де ақшасын төлеу керек болады. Сосын қарызға кіріп кетем. Кухняда бір нәрсе бар ма? Хотя бы дейтін. Дәм жоқ қой, кеш келіп едім бар ғой, шынымды айтайын. Жарайды. Онда асханада, яғни мектептегі асханадан барып жей саламын, бір нәрсе сатып аламын. Кеттім ана мектепке, ауылдың мектебі қандай екен, маған қызық болып тұр. Қоңырау болып қойды, ал не болсам тағы кешігіп келдім. Жарайды, мен бәрі оқушы емеспін ғой. Қыздар, ұлдар, бүгінше бізге новидан сынып жетекші келеді екен, естідіңдер ма? Естідік баяғыда. Сен айтпасаң да білеміз. Ойбай, неге өзінше қалған сен мақсат? Мен өзінше бетін бұрыннан бермен, сондаймын. Той қыздар, ұлдар, не болды сендерге? Одан да сабаққа дайындалып отырсаңдаршы. Қазір апай келеді да бізге ұрсып береді. Той оқымыстығыз. Біз өзіміз білетін шығармыз. Негізі ол қыздың аты оқымысты қыз емес қой. Ол қыздың аты Аружан ғой. Сен неге барына тиісіп отырсың? Меруерт. Той, мен барына тиісіп отырған жоқпын. Неге олай ойлай бересіңдер? Неге сендер шуылдап жатсыңдар? Мен келем дегенше шуылдап жатсыңдар. Тіпті бар ғой, қалай айтсам екен? Ой, сәлеметсіз бе, апай, қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Ой, шу орындарынан тұрмайды. Апай, кешірім сұраймыз. Біз осы сәлеметсіз бе деп жай ғана тұрып айта саламыз. Мына бетіп тұрып тұрмаймыз. Не деген масқара? Кешіріңіз, апай. Қыздардан да өзімнен кешірім сұраймын. Бұдан былай енді тұрып амандасатын боласыңдар, ұқтыңдар ма? Жарайды, айтқаныңыз болсын. Болды, көп сөзді доғарамыз, кітаптарымызды ашамыз. Қазір мен бүгін кім жоқ, кім бар, соны түгелдеп алайын. Кім староста? Апай, Аружан. Мен апай. Бүгін барлығы түгел. Жақсы. Онда кітаптарыңды ашыңдар. Үйге не берілді? Жарайды, үйге үй тапсырмасы түсінікті болса, келесі сабаққа дайындалып отырыңдар. Сосын қалған сабақтарды, яғни мұғалімдерден маған сөз келмесін, түсіндіңдер ме? Егер сөз келетін болса, ата-аналарын шақыртамын. Қатаң жаза беремін сендерге. Жақсы, апай, айтқаныңыз болсын. Барыңдар, қоңырауға шығыңдар. Мына сынып жетекшімізден өте қатал ғой. Осындай сынып жетекші келеді деп ойламаппын. Мен де ғой. Ой, қатал болса не болыпты, қайта күшті емес па? Ой, саған барлығы күшті екен бар ғой. Что-то қаладан келген сияқты ғой. Менің ойымша солай. Дұрыс айтасың.
бірақ бәрібір бұрынғы сынып жетекшімізді сағынамын. Сынып жетекшіміз бұрынғы өте күшті болатын. Бұрында сондай болған, бірақ ладно, енді оқимыз, енді сабаққа дайындалайық. Келесі осы қандай сабақ? Вроде тарих, сынып тарихы. Жақсы болды, тарихта мен мазмұндап келдім. Жарайды, мен мазмұндамадым только. Мен мазмұндамаймын, по-любому. Үш ала берем, өзіме ұнамайды. Ладно. Сабаққа дайындалайық.